Күйеуімнің достары ұнамайды. Маған ғана емес, өзі де сол достарының ортасында ыңғайсыз жағдайға қалып қояды. Әрине бұл маған ұнамайды. Күйеуімді жақсы көремін. Екеуміз бір-бірімізді ұнатып үйленгенбіз. Жас отбасы болғандықтан достарымызбен араласып бас қосу кештеріне барып тұрамыз. Алайда достардың ортасында бөлектеу болып жатса, жаныңа тиеді екен. Негізі мен күйеуімді қатты құрметтеп сыйлаймын. Қыз бен жігіт болып жүрген кезімізде де мен оның ішімдік ішпейтін, темекі шекпейтін қасиеттеріне қызыққанмын. Мінезі де өте жайлы, болмашыға ренжіп шу да шығармайды. Көбінесе түсіністікпен қарауға тырысатын жан. Өзіме ұнаса болды ғой, басқаны не қыламын десем де, оның достарының күйеуіме жасаған мәмілесі маған ұнамайды. Шынымды айтсам, оларды дос деп айтуға да келе ме, оны да білмей отырмын. Дос деген бір-біріне қолдау көрсетіп, қиналғанда сүйеу, қамыққанда жұбаныш, қуанғанда шын қуана білетін жандар емес пе? Менің түсінігімдегі дос деген ұғым осындай. Менің де құрбыларым бар, олармен арамыз өте жақсы. Сырласамыз, әңгімелесеміз, бір-бірімізге көмек керек кезде аянып қалмаймыз. Ал күйеуінің достарын мен түсіне алмадым. Қандай адамдармен дос болып жүрсің деуге де бата алмаймын. Оның көңіліне келіп қаламын ба деп. Өйткені маған үйленбей тұрып та сол достарымен араласып келеді. Арасында бала күннен бері келе жатқан достары да бар. Барлығы демеймін, бірақ көпшілігі күйеуімнің отырыстарда ішімдік ішпегені үшін шеттететін сияқты. Менсінбеушілікпен сен қыздардың арасына отыршы, біздің арамызда еп-ерсі қылып, сусын ұстап отырмай деп қағытады. Әзілдеп айтамыз дейтін шығар, бірақ бұл маған қатты тиеді. Сол достарының ішінде үнемі бірге жүретін күйеуімнің немере інісі де бар. Інісі дегенде екеуі жасты, тек күйеуімнен туған айы кіші, сондықтан інісі деп отырмын. Сол інісі мен келіншегі де біз баратын отырыстарға барады. Інісінің өзі күйеуімді менсінбейтіндей әрекеттерді көрсетеді. Осы жаңа жылды тойлау үшін барлығымыз тағы да бас қосқан едік. Караоке залына бардық. Жаңа жылмен құттықтап тілек айтқан әр адам тілегінің соңынан ән айтуы тиіс болған. Сол кезде кезек менің күйеуіме келіп, тілек айтып құттықтап болған соң, қолына микрофонды ала бергені сол еді. Немере інісі келіп, қолынан микрофонды жұлып алды да, ән айта алмайсың ғой деп, өзі де ән айта алмайды, бірақ достардың ортасында барлығы да жарасымды емес пе? Бұл анық менсінбегендік қой. Ашуым келді. Күйеуімді қорғаштап сөйлейін десем, тағы да жолдастары мазақ етіп кетеме деп, мен де үндемедім. Бірақ іштей жаман күй кештім. Жолдасым көп ренжімейтін жан деп айттым ғой, бірақ сол жолы ол қатты қапаланды. Күйеуінің өз ортасында осындай болғаны әрине кез келген әйелдің жанына батады ғой. Менің де жаным ауырады. Өзі айтсын деп үндемей жүрген едім. Енді күйеуім осыдан кейін олармен алыстан ғана сыйласам деп отыр. Көңілді кешке барып, көңіл күйін түсіп қайтқанша олармен араласпаған дұрыс. Бірақ күйеуімнің олардан басқа досы жоқ. Мінезі жұмсақ деп, ішімдік ішпейді деп басына беруге болмайды ғой. Менің көңіліме келетіні де сол. Достардың арасында ренжісу, келісе алмаушылық болып тұратын шығар. Бірақ айырылмас достар өз қателігін түсініп, артық кеткен тұстары үшін кешірім сұрап, қайта татуласып жүре бермей ме? Бізде ондай түсіністік жоқ. Ол ой өрістері жетілмеген жас балалар секілді қарым-қатынастары ұнамайды. Жасөспірімдік шақта солай болады ғой, көбінесе бір-бірін келемеждеп, әртүрлі теңеулерді айтатыны. Ал біздің жасымыз 20-дан асқан отбасылы адамдармыз. Ортаны дұрыс таңдамағансың деп күйеуіме де ренжимін. Бірақ ренжігенмен не пайда? Достар үшін өмір сүрмейміз ғой. Ең бастысы екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Туыстарымызбен де қарым-қатынасымыз жақсы. Алайда адамға доста керек, араласатын ортада керек. Адамның күні адаммен екенін де ешкім жоққа шығармас. Бірақ сөздері жараспайтын бір деңгелес болмаған соң, жаның жадырап қайтудың орнына жүк арқалап қайтатындай ұнжырған түсіп жүрсе, мұның несі достық өмір? Кейбір келіншектердің күйеуімнің достары маған ұнамайды, бірақ араласуға тура келеді. Өйткені ол адамдармен күйеуің араласатын болғандықтан сен де қашып кете алмайсың деген сөздерін еститінмін. Сөйтсем осындай жағдайлардан соң айтады екен ғой. Мүмкін өмір өзгеру үшін ортада өзгеруі тиіс шығар, кім біледі.